аралас сандарды қосу және аралас сандарды азайту. Біз өткен сабақта жай бөлшектерді қостық және азайттық. Енді аралас сандарды қосып азайтамыз. Алдымен қосуды өтейік. Бірден мысал жазайын. Мысалға 2,7-ден 1 болсын, оған қосайық. 3,7-ден 2 болсын жарайды. Сонда біздер аралас санға аралас санды қосу үшін оның бүтін бөлігіне бүтінін қосамыз, бөлшегіне бөлшегін қосамыз. Яғни 2 мен 3-ті қосамыз, және 7-ден 1 мен 7-ден 2-ні қосамыз. 2-ге 3-ті қоссақ бізде 5 болады. Ал енді 7-ден 1, 7-ден 2. Бізде бөлімдері бірдей, яғни 7-нің өзі жазыла береді. 1-ге 2-ні қоссаң 3. Яғни бүтіндер мен бүтіндерін, бөлшектер мен бөлшектерін қосамыз. Мысалға 1,5-ден 3 қосайық. 6,5-ден 1 болсын. Бұл жерде сол 1 мен 6-ны қосамыз, 5-ден 3-ге 5-ден 1-ді қосамыз. Сонда 1-ге 6-ны қоссаң 7, екеуінде де 5 болғандықтан 5-тің өзін жазасың. Және 3 пен 1-ді қоссаң 4 болады. Бұл енді қазірше бізде бөлімдері бірдей болып тұр. Бөлімдері әртүрлінде шығарып көрейік. Мысалға 6,12-ден 4 болсын, оған қосайық. 3,8-ден 1 болсын. Бұл жерде сол 6-ға 3-ті қосамыз, 12-ден 4-ке қосамыз, 8-ден 1-ді. 6-ға 3-ті қоссаң 9 болады. Енді 12-ге де 8-ге де бөлінетін сан. Ол бізде 24. Яғни 12-ні 24-ке, то есть 12-ні қанша көбейтсең 24 болады. Толықтауыш көбейткішін жазып аламыз. Яғни 24-ті 12-ке біріз, немесе 12-ні 2-ге көбейтсең 24. 8-ді 3-ке көбейтсең 24. Толықтауыш көбейткіші 2 мен 3 болып тұр. Енді қайтадан жаңағы алымына көбейтеміз. 2 мен 4-ті көбейтеміз. 8 болады, оған қосамыз. 3 пен 1-ді көбейтсек 4 болады. Яғни 9,24-ден 12 болып тұр. Енді бұл жерде қысқартсақ болады. Жай бөлшектің негізгі қасиеті арқылы 12 мен 24-ті қысқартамыз. Қазір былай істейін. Екеуін де бірдей санға бөліміз керек. 12-ні де 24-ке де бөлінетін сан, ол бізде 12-нің өзі. Яғни 12-ні 12-ке бөлсең 1, 24-ті 12-ке бөлсең 2. Сонда бізде жауап шығады 9,2-ден 1 шығады. Ал енді бұл бізде бөлімдер әртүрлі. Соңғы мысал келтіре салайын. Енді егер біреу жай бөлшек болатын болса, мысалға 2-ден 1-ді қосайық. 7,3-ден 1 болсын. Мына жерде бізде жай бөлшек болып тұр. Яғни бүтін бөлігі жоқ. Жоқ дегеніміз ол 0 деген сөз. 0 деген жоқ, жоқ деген 0. Яғни 0 болады, 7 болады. Қосқанда 7 бүтін бола салады. Ал енді 2 мен 3-тің ортағы селгі бізде 6. 6-ны 2-ке бөлсең 3 болады. 6-ны 3-ке бөлсең 2 болады. 3 бірім 3 қосылған 2 бірім 2. Бұл тең 7,6-дан 5 деген сан шығады. Немесе 2,2-ден 1 болсын, қосылған жай ғана 5-ден 2 болсын. Мына жерде 2 бүтін бар, мына жерде бүтін жоқ, яғни 0 бүтін. 2-ге 0-ді қоссаң 2. 2 мен 5-тің ортағы селгі 10. Яғни 10-ды 2-ке бөлсең 5, 10-ды 5-ке бөлсең 2. 5 қосылған 2 4. Тең 2 бүтін, астында 10 қала береді. 5-ке 4 қоссаң 9. Бұл енді бізде қазірше аралас сандарды, жай бөлшектерді қосу. Ал енді азайтуды өтейік. Азайтқан кезде сәл басқашалау нәрсе бар.
Алдымен мысалға 3,5-тен 4 азайтайық. 1,2-ден 1 болсын. Бұл жерде негізінде 3-тен 1 азайтамыз, 5-тен 4-тен 2-ден 1 азайтамыз. Тура солай. 3-тен 1 азайтсақ 2, 5 пен 2-нің ортақ селігі 10. 10-ды 5-ке бөлсең 2, 9 көбейткіш мына жерде бізде 5. 4 2 8 азайтасың, 5 1 5. Бұл тең 2,10-нан 3 қалады. Бізде азайтуда тура осылай азайта береміз, бірақ бізде кейбір жағдайлар болады, азайтылмай қалатын кездер болады. Мысалға 15,8-ден 1 одан азайтайық. 5,6-дан 5 болсын. Енді біздерде 15,8-ден 1 көп пе, әлде 5,6-дан 1 көп пе? Енді 15 бүтін болғандықтан 15 көбірек. Бірақ азайтып көрейік. 15-тен 5 азайтсақ бізде 10 қалады. Ары қарай 8-ге де 6-ға да бөлінетін сан ол бізде 24. 9 көбейткіш 3. Мына жерде 4-тен 3 1 3. Ортасында азайту болып тұр. 5 4 20 болып кетті. Яғни біздер 3-тен 20-ны азайта алмаймыз. Бұндай жағдайда біздер мына 15,8-ден 1 деген санды мына 15,1-нен 1 қарыз береміз. Ол бізде былай болады. Қазір басқа түспен жаза тұрайын. Біздер 15,8-ден 1 дегенді былай жазамыз. 15-ті 14 деп азайтайық та, бір бөлікке. Яғни мына 8-ге бөліп тұрғаным үшін сол 8-ді қосамыз алымындағы санға. Яғни 14,8-ден 9 болады. Яғни мына жағын біздер бұрыс бөлшекке айналдырып жібердік, мына жағын бір бірлікке азайттық. Немесе мысалы 6,4-тен 3 болатын болса, біз 6 емес 5 деп жазғымыз келсе, яғни бірлікті алып тастадық қой. Бірін қарызына жаққа бердік, үстіне бердік. Астында 4 болып қала береді, бірақ 4 бөлік болған үшін 1 рет қосамыз. Мына жерден бір сан азайттық, 3-тен бөлім 1 рет қосамыз. Қосылған 3 болады. Ол тең жаңағы 5,4-тен 7 болып қала береді. Немесе 6,8-ден 3 болсын. 6-ны біздер 5-ке азайтамыз. Есесіне 8-ді 1 рет қосамыз. Мына 1-ге азайтып тұр, мынаны 1 рет қосамыз. 8-ді 1 рет қосып аламыз. Қосылған 3 деп. Яғни мына бізде 6-мыз 5 болып 1-ге азайтып тұр ғой. Сол үшін 8-ден тағы бір қойып қоямыз үстіне. Сонда 5,8-ден 11 болады. Бұл біздер бұрыс бөлшекке айналдырып алдық, бөлшектің бөлімін. Енді біздер бағанағы есебімізге келейік. Мынаны былай жазайын. 15,8-ден 1 дегенді біздер жаздық бағана 14,9-дан 8 деп. Яғни бір бірлікке азайттық. То есть 8-ден 9 деп. Екеуі бір нәрсе. Азайтамыз жаңағы 5,6-дан 5-ті азайтып көрейік. Сонда қайттан 14-тен 5-ті азайтсақ бізде 9 болады. 8 пен 6-ның ортағы селік қайттан 24. 9 көбейткіш бізде 3 пен 4, мына жағы 3-тен, 2-тен 4-тен, енді 9 3-мен 27 болды. Мына жерде 5 4-мен 20 болды. Енді азайтылады бізде. Сонда 9,24-тен 7 шығады. Осыған тағы да мысал келтірейін. Мысалға 8,6
6-дан 1 болсын. Одан азайтайық. 2,10-9 болсын. Бірінші азайтып көреміз. 8-ден 2-ні азайтамыз. 6 болады. 6-ға да 10-ға да бөлінетін сан 30. 30-ды 6-ға бөлсең, толықтырғышымыз 5 болады. 30-ды 10-ға бөлсең 3 болады. 5-тен азайтамыз. 9-шым қайттан 27 болып қалды. 5-тен 27-ні азайта алмаймыз. Яғни x деп қойып қоямыз. Мұна 8,6-дан 1-ді былай жазамыз. 8,6-дан 1 ол тең дейміз де. 8-ді біздер 7 деп аламыз. Есесіне 6 қосылған 1 деп аламыз. Бөлімінде 6 қала береді. Бір рет біреуін жоғары жаға шығарып жібердім деген сөз. Сонда 7,6-дан 7 болды. Енді соны қайттан апарып қойық мына жаққа. Демек 7,6-дан 7 деп жазамыз да, одан азайтамыз 2,10-9-ды. Сонда 7-тен 2-ні азайтсақ 5, 30 ортаға селік, 5-тен және 3-тен. 7-5-ім 35, азайтамыз 27, 9-шым 27. Сонда 5,30-дан 35-тен 27-ні азайтсақ 3, 5, 8 болады. Қысқартып жіберсек болады. Екеуі де 2-ге бөлінеді. Яғни 2-ге бөлсең 15, 2-ге бөлсең 4. Сонда 5,15-тен 4 деген сөз.